Сәлем достар, қазір менің YouTube арнама осындай ерекше тюльпан самсаларының рецепті шықты. Міндетті түрде видеоны толық соңына дейін қарап, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл самсаның ерекшелігі сондай тез дайындалады, құрамы өте қарапайым, бір жасағаннан шығады. Ендеше біз қамырын дайындауға кірісеміз. Бізге 200 грамм ыстық қайнап тұрған су қажет. Үстіне майымызды, тұзымызды қосып, суымызды араластырып аламыз. Енді бізге 500-400 граммдай ұн қажет болады. Қамырымызды қолға жабыспайтындай етіп илеуге кірісеміз. Үстіне 100 грамм тағы да осындай сливочный май қосамыз. Пампушка қоссаңыздар да болады, щедрое лето қоссаңыздар да болады. Қалауларыңызша қандай май болса да қоса бересіздер. Енді қамырымыздың бетін осылай жауып, 10 минутқа қоя тұрамыз. Оған дейін салмасын дайындауға кірісеміз. Пиясымызды 4 бұрыштап майдалап турап аламыз. Езгіштің көмегімен турасаңыздар да болады. Енді біз фаршымызға пиязымызды қосып, бұрышымызды, тұзымызды, түрлі дәмдеуіштерімізді қалауларыңыз бойынша қосасыздар. Сіздер тек бұлай ғана емес, картоппен де, асқабақпен де салмасын дайындауларыңызға болады. Енді біз қамырымызды дөңгелек бөліктерге осылай бөліп аламыз. Видеода көрсетілгендей барлығын дөңгелектеп шығамыз. Осылай дөңгелектеп алғаннан кейін мен 2 қайтара дөңгелектеп шықтым. Маған жайылуға оңай болу үшін. Енді видеода көрсетілгендей осылай бір жақ бетін қамырдың кесеміз. Бір бұрышына салмамызды салып, осылай айналдырып шығамыз. Мінекей, ең соңында осындай астын түйіп қоя береміз. Тағы да қайталап көрсетейін. Дәл видеода көрсетілгендей жасасаңыздар, оңай әрі жылдам жасалады. Мінекей барлығы дайын. Енді бетіне жұмыртқасына жағып, күнжітке айналдырамыз. Сіздер қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Мысалы, мен біріншісіне толықтай күнжіт септім, екіншісіне тек бір жақ бетіне ғана септім, одан кейін тек араластырып, үстінен сүйіп шыққан болатынмын. Мінекей біздің самсамыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына мен сенімдімін. Дәмі сондай ерекше, тандырный самсаға көбірек келеді. Менің YouTube арнама жазылып, видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.